Баршаңызға сәлем, оқушылар. 5 сыныптың қазақ тілі пәнінен 3 бөлімнің 7-8 сабағы әдет-ғұрыптар тақырыбына арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: қалай ойлайсың, салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарда айырмашылық бар ма? Салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар арасында айырмашылық бар. Екеуі де халықтың тұрмыс тіршілігінде қалыптасқан өмір сүру ережелері мен тәртіптері болса да, мәні мен қолданылуында ерекшеліктер бар. Салт-дәстүрлер ұлттың мәдениеті мен руханиятының ажырамас бөлігі болып табылатын, ұрпақтан ұрпаққа берілетін тұрақты ережелер мен рәсімдер. Салт-дәстүрлер қоғамдағы үлкен оқиғаларға байланысты, мысалы неке қию, бала туу, қайтыс болған адамды еске алу, қонақ күту сияқты маңызды рәсімдерде қолданылады. Әдет-ғұрыптар күнделікті тұрмыста немесе белгілі бір жағдайларда қалыптасқан мінез-құлық пен жүріс-тұрыс ережелері. Әдет-ғұрыптар көбінесе күнделікті өмірде, тұрмыстық қатынастарда көрініс табады. Мысалы, қонақ келгенде дастархан жаю, үлкенге құрмет көрсету, Наурыз мерекесін тойлау сияқты қарапайым ғұрыптары бар. Қысқаша айтқанда, салт-дәстүрлер кең ауқымды, маңызды оқиғаларға бағытталған болса, әдет-ғұрыптар көбінесе күнделікті тұрмыстағы іс-әрекеттерге байланысты. Екінші тапсырма: таным, ұғым, әдет, әдеп, салт-дәстүр сөздерінің мағыналарын түсіндіріңдер. Таным адамның қоршаған орта, болмыс, құбылыстар мен оқиғалар туралы білім алу, түсіну және оларды санасында ұғыну қабілеті. Таным арқылы адам дүниені, өзін, қоғамды таниды және оларға қатысты пікір қалыптастырады. Мысалы, адамның табиғат туралы білімдері мен түсініктері танымның бір бөлігі болып табылады. Ұғым адамның ойлау және түсіну процесінде белгілі бір құбылыс немесе нәрсе туралы қалыптасқан жалпы түсінік. Ұғым сөздер арқылы білдіріледі және белгілі бір заттар мен құбылыстардың маңызын бейнелейді. Мысалы, еркіндік, философиялық және әлеуметтік ұғым деген сияқты. Әдет адамның ұзақ уақыт бойы белгілі бір іс-әрекетті қайталай отырып, оны күнделікті дағдыға айналдыруы. Әдет көбінесе жеке мінез-құлыққа байланысты және ол адам өмірінде тұрақты түрде қолданылады. Мысалы, таңертеңгілік жаттығу жасау адамның күнделікті әдеті болуы мүмкін. Әдеп адамның қоғамдық ортада қарым-қатынаста ұстанатын моральдық нормалары мен ережелері. Әдеп дұрыс мінез-құлықты, сыпайылықты, басқа адамдарға деген құрметті білдіреді. Әдеп ережелері көбінесе қоғамдағы тәртіп пен сыйластықты сақтауға көмектеседі. Мысалы, үлкендерге құрмет көрсету қазақ қоғамында маңызды әдептілік нормасы. Салт белгілі бір ұлт немесе халық арасында ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан өмір сүру ережелерінен іс-әрекеттері. Салт көбінесе отбасы, неке, бала туу сияқты маңызды өмірлік оқиғаларға қатысты рәсімдерден тұрады. Мысалы, тұсау кесу қазақ халқының баланы алғаш рет қадам бастыруға арналған салты. Дәстүр қоғамның мәдениеті мен тұрмысында қалыптасқан, ұрпақтан ұрпаққа берілетін әлеуметтік тәжірибе. Дәстүр белгілі бір халықтың немесе ұлттың өзіндік ерекшелігін, тарихын, салт-санасын көрсетеді. Дәстүрлер әлеуметтік және мәдени тұрғыдан халықтың рухани қазынасы болып табылады. Мысалы, Наурыз мейрамын тойлау қазақ халқының ежелгі дәстүрлерінің бірі. Енді осы сөздеріміздің барлығын бір ауыз сөзбен қорытындыласақ: таным адамның білім алу және түсіну қабілеті. Ұғым заттар мен құбылыстар туралы жалпы түсінік. Әдет адамның тұрақты түрде қайталайтын іс-әрекеті. Әдеп қоғамдық, моральдық және тәртіп ережелері. Салт белгілі бір ұлттың өміріндегі маңызды рәсімдер. Дәстүр ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан мәдени мұра.
Үшінші тапсырма: мәтінді оқып шығып, тірек сөздерді атаңдар. Яғни сіздерде мәтін берілген, сол мәтіндің негізгі мазмұнын ашатын тірек сөздерді атауымыз керек. Мысалға, мен ала жіп, тұсау кесу, ала жіп аттамау, адалдық, адамгершілік, асар, ұжымдық жұмыс, қолғабыс, мол дастархан, әдет ғұрып деген сөздерді алдым. Бұл тіркес сөздер мәтіннің негізгі идеяларын, оның ішінде адалдық пен бірлікке қатысты қазақтың салт дәстүрлерін сипаттайды. Төртінші тапсырма: шетелдік досың қазақ халқының қайырымдылыққа құрылған салт дәстүрін білгісі келді делік. Баяндау мәтінін құрады, хат түрінде салып жібер. Құрметті досым, сәлем, сен қазақ халқының қайырымдылыққа құрылған салт дәстүрлері туралы білгің келетінін айттың. Сол үшін саған осы дәстүрлердің бірі туралы айтып бергім келеді. Қазақ халқында асар деп аталатын ерекше дәстүр бар. Бұл дәстүр қазақ қоғамында көмек көрсету мен бір-біріне қолдау жасаудың жарқын үлгісі болып саналады. Асар кезінде бір отбасы қиын әрі ауыр жұмысты орындау үшін бүкіл ауылдың немесе жақын туыстардың көмегіне жүгінеді. Мысалы, жаңа үй салу, егін жинау, шөп шабу сияқты жұмыстарды атқару керек болғанда, сол отбасы барлық ауылдастарын асарға шақырады. Асарға қатысқандар өз еңбектері үшін ақы алмайды. Бұл дәстүрдің басты мәні қиын жағдайға тап болған адамға немесе отбасына жәрдемдесу. Еңбектерінің өтеуіне асар ұйымдастырған отбасы қонақтарға арнап мал сойып, дастархан жаяды. Бұл адамдардың өзара қолдау көрсетуі мен мейірімділігінің белгісі. Қазіргі таңда да қазақтар арасында асар дәстүрі сақталып келеді. Әсіресе ауылдық жерлерде қиын жұмыс болса, адамдар бір-біріне көмектесуге дайын. Бұл қазақ халқының бірлікке, қайырымдылыққа, жақындарына қамқор болуға деген құндылықтарының бір көрінісі. Саған бұл дәстүр қызықты болды деп үміттенемін. Егер тағы да сұрақтарың болса, қуана жауап беремін. Ізгі ниетпен, Ақжан. Бесінші тапсырма: сұрақтарға жауап беріңдер. Ала жіп аттамау нені білдіреді? Асарда қандай жұмыстар бірлесіп атқарылады? Ала жіп аттамау қазақ халқында бұл адалдықты, шыншылдықты, біреудің ақысын жемеуді білдіреді. Ала жіп аттамау деп адамдардың бір-бірінің меншігіне, жеке мүлкіне қол сұқпауы, тура жолдан ауытқымауы меңзеледі. Бұл халқымыздың негізгі этикалық қағидаларының бірі болып табылады. Асар қазақ халқының дәстүрлі түрде көмек көрсету және ұжымдастық жұмыс атқару салты. Асарда ауылдың немесе ағайын туысқанның үлкен бір шаруасы кезінде бәрі бірлесіп көмектеседі. Мысалы, үй салу, қора салу, егін егу, мал қырқу сияқты жұмыстарда асар шақырылады. Мұндай көмектерде ақы төленбейді, себебі ол бір-біріне көмектесудің дәстүрлі формасы. Алтыншы тапсырма: шашыраған сөздер ойыны. Сөздерді орнына қойып, сөйлемдер құраңдар. Баланың сүндет тойында мектепке барғанда әке-шешесі тай атайды. Оны бәсіре тай дейді. Бала оны ерекше күтімге алады, бағады, үйретеді. Мал бағуға, еңбекке сол арқылы үйренеді. Бәсіре атау баланың көңілін өсіреді, өмірге бейімдейді. Бұл 6-шы тапсырманың жауабы. 7-ші тапсырма: әдеп сақтау, ізгілік деген тақырыпта эссе жазыңдар. Эссенің кіріспесі етіп төмендегі үзіндіні ал. Сіздерде шағын ғана үзінді берілген, сол үзіндіні біз әрі қарай жалғастырып кетуіміз керек. Үлкен болсын, кіші болсын, әдеп сақтау халықтық тәлім-тәрбиенің аса үлгілі тәрбиесіндегі бері қалыптасқан заңы. Үлкеннің кіші алдындағы, кішінің үлкен алдындағы әдеп сақтауының тамаша үлгілері өте көп. Мысалы, үлкеннің жолын кеспеу, бұрын сөйлемеу, кішіге қамқор болу қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан тәртіптері. Бұлар адамгершілік қағидаттарының негізінде құрылған. Кіші адам үлкеннің сөзін тыңдап, құрметпен қараса, үлкен де кішіге үлгі көрсетіп, қамқорлық танытады. Бұл өзара сыйластықтың маңызды бөлігі. Ізгілік бұл адамның ішкі жан дүниесінің тазалығы мен мейірімділігін білдіреді. Әдеп сақтау арқылы адам өзгелерге деген ізгілік сезімін көрсетеді. Мейірім, құрмет, көмек көрсету секілді әрекеттер адамның ізгілікті тұлға екенін айқындайды. Әдепсіздік пен дөрекілік қоғамдағы қарым-қатынасқа кері әсерін тигізіп,
орнатып, адамдардың бір-біріне деген сенімін азайтады. Ал әдептілік пен ізгілік ортақ түсінік пен бірлікті нығайтады. Әдеп сақтау тек жеке адамның мінез-құлқын реттеуші емес, бүкіл қоғамның негізі болып табылатын құндылық. Әдеп арқылы біз өзгелермен сыйластық қарым-қатынасын орнатып, ізгілікке жол ашамыз. Әдепті адам ізгілікті адам, ал ізгілікті адам қоғамда тек жақсылық әкеледі. Сондықтан да әдеп сақтау әрбіріміздің міндетіміз, әрі адамгершілігіміздің көрінісі. 9-шы тапсырма жирен жаман әдеттен, үйрен жақсы әдеттен деген тақырыпта іні қарындастарыңа, сіңілдеріңе арнап әңгіме жаз. Қаратпа, қыстырма сөздерді қолдан. Қымбатты інілерім мен қарындастарым, бүгін сендерге бір маңызды нәрсе айтқым келеді. Әр адамның өмірінде жақсы да, жаман да әдеттер болады. Солардың ішінде жақсы әдеттерді бойымызға сіңіріп, жаман әдеттерден аулақ болу нағыз ақылдылық. Мысалы, кішкентай кезімізден бастап үлкендерді сыйлап сәлемдесуді үйренеміз. Бұл өте жақсы әдет. Кімге болсын бірінші амандасып жылы сөз айту адамның тәрбиелі екенін көрсетеді. Ал енді кейбіреулер жалқаулыққа беріліп, тапсырылған істі уақытында орындамайды. Мұндай жаман әдеттен әрдайым жирену керек. Біліп қойыңдар, жалқаулық көп қиындықтың бастауы. Еріншектікте жаман әдеттердің бірі. Ертең істеймін, кейінге қалдырамын деп жүргенде маңызды істерді жіберіп аласыңдар. Оның орнына істі бірден бастап жауапкершілікпен орындау керек. Сендерге үлкен өмірде бұл дағды өте қажет болады, әсіресе мектепте, жұмыста. Тағы бір айта кететін жайт, балалар, жақсы сөз жанның қуаты. Өздерің білесіңдер, көп адамдардың көңілін көтеріп, қуат беру үшін жылы сөз айтып, қолдау көрсеткен жөн. Қатты сөйлеп ренжіту жаман әдет. Сөзімізді дұрыс жеткізе білу, біреудің көңілін қалдырмай сөйлеу жақсы әдеттің белгісі. Қымбатты інілерім, қарындастарым, өмірде жақсылыққа ұмтылып, жақсы әдеттерді үйреніп, жаман әдеттерден аулақ болыңдар. Әдепті болыңдар, сыпайылықты сақтаңдар. Сонда ғана айналаңдағы адамдар сендерді жақсы көріп, құрметтейтін болады. Әрдайым жирен жаман әдеттен, үйрен жақсы әдеттен деген нақылды естеріңде сақтаңдар. Оқушылар, бізде қаратпа, қыстырма сөздерді қолдану керек болды. Қымбатты інілерім мен қарындастарым деген бізде қаратпа сөз. Қымбатты дегеннен кейін үтір қойылу керек. Мына жерде мен кішкене пунктуациялық қате жіберіппін. Содан кейін мысалы, кішкентай кезімізден бастап деген сөйлем бар. Сол мысалы деген бізде қыстырма сөзге жатады. Одан кейін тағы бір айта кететін жайт, балалар, жақсы сөз жанның қуаты деген жердегі балалар деген қаратпа сөз екі жағынан үтірге алынды. Одан кейін мұны ең соңғы қымбатты інілерім, қарындастарым деген бізде қаратпа сөз, қымбатты дегеннен кейін де үтір қойылу керек. Бұл жерде кішкене пунктуациялық қате жіберіппін. Жалпы 9-шы тапсырма осылай орындалады.